Хаммеге сәлем Жайхун каналының қадірдан ықыласпентлерім. Бүгін біз Мауреннахр һәм Хиндистан тарихын бүткіллей өзгертіп жіберген таң қаларлықтай шахс хақында сөз жүртеміз. Аз ғана уақытқа орта әсірлер шығысын көз алдыңызға келтіріп көрің. Салтанатлы сарайлар, атақлы мешітлер һәм үкімет үшін болған тоқтаусыз ұрыслар. Міне осы уақиялар арасында Захириддин Мұхаммед Бабур жұлдызы шарқырап тұрады. Шайыр, алым, саркарда һәм тарихтағы ең құдіретлі империялардың бірінің құрушысы. Оның тұрмысы рауашланулар һәм құлаулар, халықларды бірлестіру арманы һәм ана жұртына болған сөнбес мұхаббат хақындағы дастан болып табылады. Ферғаналы жас үкімдар һәм оның қалайынша ұлы империя текаршысына айланғаны, оның мәдени мираслары қалайынша бүгінгі күнге шейін сақланып қалғаны хақында білу үшін Жайхунның білім суына сүңгуге даярсыз ба? Олай болса, біз басладық. Захириддин Мұхаммед Бабур орта ғасыр шығыс мәдениеті, әдебиеті һәм поэзиясында айрықша орын иелеген автор. Шайыр һәм алым болуымен біргелікте мемлекеттік саясатшы һәм саркарда да еді. Бабур дүнияға болған кең көзқарасы һәм жетіліскен ақыл ойыменен Хиндистанда Бабурилер династиясына текар салып, бұл мемлекет тарихында саркарда һәм атақлы саясатшы ретінде із қалдырған болса, Бабурнама шығармасымен жаһанның атақлы ілімпазлары біріне айланды. Оның ажайып ғазел һәм рубайлары түрки поэзияның кемде-кем ұшырайтуған ғазинелерінен бірі болып, муббаин, яғни баян етілген. Хатты Бабури, харп іші, арус хақындағы қолланбалары болса, ислам низамшылығы поэзия һәм тіл теориясы тарауларындағы мүнәсіп қосылған үлес болып табылады. Ұлы шайыр, мемлекет қайраткері һәм саркарда Захириддин Мұхаммед Бабур 1483 жылдың 14 февралында Андижанда, Ферғана ұлысының хакімі Омар Шайх мырза шаңырағында дүниеға келді. Бұл дәуірде Орта Азия һәм Хорасанда түрлі хакімлер, Тимуризадалар, туысқан ағаларының балалар арасында үкімет, Амир Тимур дүзген ірі мемлекетке иелік ету үшін күрес кескінлескен еді. Әдебиет, жетік көркем өнер, табиғат көзалығына жаслығынан мейір қойған Бабур барлық Тимури шахзадалар сияқлы бұл ілімлердің текарын әкесі сарайында жетік ұстазлар басшылығында иеледі. Бірақ оның уайымсыз жаслығы ұзаққа созылмады. 1494 жылы әкесі Омар Шайх мирас бақытсыз уақия себеплі әлемнен көз жұмды. Бабур ерте жетім болып қалды. 12 жасында әкесі орнында Ферғана ұлысының хакімі етіп көтерілген Бабур қалемді қылышқа алмастырып, Андижан тақты үшін інісі Джахангир мирза, әкесінің інісі Сұлтан Ахмет мирза, дайысы Сұлтан Махмуд хан һәм басқа да қарсыластарға қарсы күресуге мәжбүр болды. Бабур інісі Джахангир мирза менен келісімге келу үшін оған жан басуға, Ферғана ұлысын екіге бөліп ярымын інісіне тапсыруға қарар етті. Һәм өзі Самарқанд үшін алып барылып атырған күреске араласып кетті. Бұл уақытта Самарқандта Сұлтан Махмуд мырзаның екінші баласы Байсоңғыр мырза хүкімранлық қылатұғын еді. Бабур күшлі орайласқан мемлекет түзу мақсатында 7 айлық қамалдан кейін 1497 жылдың ноябрь айында Самарқандты иеледі. Бірақ Андижандағы тынышсыз жағдай оны қайтып кетуге мәжбүр етті. 2 мартте Самарқанд 1500 жыл күзінде иеленді. Бірақ 1501 жылдың апрелінде Сарпыл ауылы жанындағы сауашта Бабур Шайбани хан әскерінен жеңіледі һәм Самарқандты таслап кетуге мәжбүр болады. 1504 жылы Шайбани хан Андижанды да қолға кіргізгеннен кейін Бабур Құбылаға қарай жол алды. Һәм сол жылдың сентябрінде Қабул ұлысында өз хакімиятын орнатты. Бабур Қабулда абаданластыру һәм құрылыс жұмысларын баслап жіберіп, ел жұрттың хүрметіне ерісті. Кейінірек ол ана жұрты Мауреннахрға қайтуға да ұрынып көрді. Атап айтқанда, оның 1511 жылы Иран шахы Исмаил Сафави менен ауқамлықта Самарқандты елеуде өкінішпенен айтамыз
әумиетсіз таусылды. Бұның менен Бабур Самархандты 3-ші рет қолға кіргізуге ұрыну еді. Мәлім сияси себеплерге көре ол Иран шахы Исмаилды жоғары hukmdar деп жариялады. Бабурдың басқа ел әскері менен отанға кіріп келуі, иранилардың шия мазхабына сыйынуы, мемлекеттегі ауыр экономикалық тұрмысты жанландыру үшін тиісті ләжлардың уақытында әмелге асырылмауы һәм басқалар халық қалабасының наразылығына себеп болды. Бұндай уақытта жағдайдан пайдаланған Шайбани ханның баласы Мұхаммед Тимур сұлтан һәм жиені Убайдулла сұлтан Бабурға қарсы харекетлерді баслап жіберді. 1512 жыл 28 апрельдегі Шеулі Маликте болған ұрыста Бабур жеңіліп Хисорға шегінуге мәжбүр болды. Шах Исмаил Бабурды қоллау мақсатында Амир Ахмад, яғни лақабы бойынша Ахмад Наджми Сани басшылығындағы әскерлерді жібереді. Наджми Сани лақабы екінші жұлдыз деп аудармаланады. Құлласы сол Амир Ахмед Мауреннахрға келгеннен кейін талаушылық һәм қырғын барат ұрыслары баслайды. Иран әскері Ғузор һәм қаршыны иелейді. 1512 жылдың 28 ноябрінде Ғаждуанда болған ұрыста Убайдулла сұлтан басшылығында шайбанилер Иран әскерлеріне қатты соққы берді. Ұрыста Амир Ахмед те өлтірілді. Бабур болса Қабулға қайтуға мәжбүр болды. 1519-1525 жыллар дауамында Бабур өз позициясын бекемлеу һәм күшлі мемлекет түзу мақсатында Хиндистанға қарсы бірнеше мәрте әскери харекетлер алып барды. 1526 жылдың 21 апрелінде Панипатта болған сауашта Дели сұлтаны Ибрахим Лоди жеңіліске ұшырады. Сол айдың 27 сәнесінде болса Делида Захирида Мұхаммед Бабур атына хутба оқылып, ол патша деп тағазаланды. 1527 жылдың март айында Читора хакімі Рану Санго менен болған сауашта да Бабурдың қолы бәлен келеді. Тарихи малуматларға қарағанда, Дели hukmdar Ибрахим Лодидің де сиясатына наразы болған Панджаб хакімлерінің Бабурды қоллап қуатлауы, сондай-ақ Сикри ұрысындағы бұл жеңіс те Бабурдың Хиндистанда үзіл-кесіл өз хакімиятын орнатуға, сондай-ақ Бабурилер династиясына тикар салуға мүмкіншілік жаратады. Бабурилар династиясы Хиндистанда 332 жыл, яғни 1526-дан 1858 жылға шейін hukmronlik qildi. Өкінішпенен айтамыз, Бабур өз жеңісінен кейін ұзақ жасамады. Ватан сағынышы, сауаш майданлары, ішкі тынышсыздықтар оның денсаулығына ұнамсыз тәсір көрсетті. Бабур 1530 жылдың 26 декабрінде 47 жасында Агра қаласында дүниеден көз жұмды. Оны дәслеп Джамна дариясы бойындағы Бағы Ором деген орынға көмді. Кейін Бабурдың өзінің уасиятына бола перзентлері оның хакин Қабулға алып келіп көмді. Қабулдағы Бабур өзі тикар салған Бағы Бабурдағы оның қабір үстіне кейінірек мақбара құрылды. Қысқа уақыт ішінде Бабур аймақтарды бірлестіру, қалаларды абаданластыру, сауда-саттық мәселелерін жолға қою, бақ бостанлар жарату жұмысларына қауендерлік еткен. Хиндистандағы абаданластыру онда әзірге шекем атақлы болған архитектуралық естеліктер, бағлар, кітапханалар, каруансарайлар құрдыру, әсіресе оның перзентлері һәм әулетлары дәуірінде кең көлемде әмелге асырылды. Хиндистан көркем өнер һәм архитектурасына Орта Азия ұсылы кіріп келе баслады. Бабур және оның әулетлары жанында сол дәуірдің алдыңғы һәм зейіні өткір ілімпазлары, шайырлары, музыка танушылары һәм мемлекет қайраткерлері жәмленген мәнәуи рухи орталық пайда болды. Бабурилер мемлекетіндегі мәдени орталықтың Хиндистан үшін әхмиеті хақында Джавахарлал Неру солай жазған еді. Бабур Хиндистанға келгеннен кейін үлкен жылжулар жүз берді һәм жаңа басламалар тұрмысқа, көркем өнерге, архитектураға таза нәпес інім етті. Мәдениеттің басқа тараулары болса бір-біріне тұтасып кетті деген еді. Бабур Хиндистанда үлкен көлемдегі мемлекеттік жұмысларымен бірқатарда өзінің көркем әдебиеттағы іскерлігінде дауам еттіреді һәм жоғарыда атап келтірілген бірқатар төретпелерін жаратады. Бабурдың бүткіл жаһанге танымал болған шах төретпесі бұл Бабурнама болып табылады. Онда тикарынан Бабур жасаған дәуір аралығында Мауреннахр, Хорасан, Иран һәм Хиндистан тарихы сөз етіледі. Төретпе тикарынан 3 бөлектен ібарат болып, оның бірінші бөлегі 15 ғасырдың екінші ярымында Орта Азияда жүз берген уақияларды. Екінші бөлегі болса 15 ғасырдың ақыры һәм 16 ғасырдың басларында Қабул ұлысы, яғни Афганистанда жүз берген уақияларды.
Үшінші бөлегі болса 16 ғасырдың бірінші ширегіндегі арқа Хиндистан халқларының тарихына арналған. Бабурнамада сол дәуірдің саяси уақиялары жетік түрде баянланар екен, өз жұрты Ферғана уәлаятының саяси экономикалық жағдайы, оның пайтақты Андижан қаласы, Орта Азияның ірі қалалары Самарқанд, Бұхара, Қаршы, Шахрисабз, Ош, Ургенч, Оратөбе, Терміз һәм басқа да қалалар хақында кемде-кем ұшырайтуған мағлұматлар келтірілген. Онда Кабул ұлысының ірі қалалары Кабул, Газна һәм олардың ықтиярындағы көплеп районлар, уәлаятлар, арқа Хиндистан хақында мағлұматларды да ұшырату мүмкін. Бабурнамада келтірілген мағлұматлар Бабур дәуірінде жазылған басқа тарихи деректер Мирхонд, Хондамир, Мухаммад Салих, Бинаи, Мухаммед Хайдар, Періште, Абул Фазыл Алломи һәм басқа да тарихшылардың дөретпелерінде бұл дәрежеде анық һәм жетік көрсетілген емес. Автор Бабурнамада Алишер Наваи, Абдурахман Джоми, Бекзот, Улуғбек Мырза һәм басқа да оқымыстылар хақында өзінің жоғары тәріздегі ой пікірлерін білдіреді. Бабурнама Мауреннахр, Хорасан, Хиндистан, Иран халықларының 15-ші ғасыр ақыры, 16-ші ғасырдың бірінші ярымдағы тарихын өзінде сәулелендіру менен бірге көплеген актуал экономикалық, социалдық мәселелер, жоғарыда аттары келтірілген уәлаятлардың өзара саяси, экономикалық һәм сауда қатынастары, жуғрафи позициясы, географиялық позициясы, ықылымы, өсімлік һәм хайуанат дүниясы, аймағы, халықлары, қауым һәм елатлар, олардың жасау шараятлары, үрп-әдетлері, зарурлы тарихи имаратлары, хинтлер һәм мұсылманлардың ибадатханалары, той һәм мерекелері хақында кемде-кем ұшырайтуған мағлұматларды өзінде қамтып алған шақ төретпе болып табылады. Сол себеплі Бабурнама тарихи көркем әдебиетқа байланысты мираслар ретінде дүния ілімпазларын елеге шекем өзіне тартып келмекте. Бабур түрки әдебиетта өзінің нәзік лирикалық дөретпелеріменен де атақлы болып табылады. Оның тұрмысы һәм көркем әдебиетқа байланысты іскерлігі Мауреннахрда саяси тұрмыс ақыбетінде құрам тапқан түрлі топарлардың өз бетінше харекетлері пәтіне шыққан һәм Темурилер мемлекетінің дағдарысы дауам етіп батырған бір дәуірге тур келген еді. Бұндай машақатлар сәулесін Бабурнамада көрген болсақ, олардың шайыр рухиятында қалай сәулеленгені оның қосқыларында көрінеді. Мауреннахрды бірлестіруге ұрынысылар нәтиже бермегеннен соң Бабур рухан қиналған. Хамилдарлардың қиянитлері тәсірінде үмітсізлікке түскен кезлеріндегі жағдайлары қосқыларында тікелей сәулеленген. Кейінірек өз жұртын тәрк етіп, Афганистан һәм Хиндистанға жүз тұтқанда Бабур поэзиясында ватан сезімі, ватан сағынышы, ватанға қайту үміті пайда бола баслайды. Қызығы Бабур лирик қосқылары һәм тарихи Бабурнамасынан тысқары ислам низамшылығы һәм басқа да тарауларды да төретпелер жазған. 1522 жылда болса, оның баласы Хумаюнға арнап жазған Мубайин атлы шығармасында сол заманның салық системасы хақында, яғни салықты жинаудың низам қағидалары, шариат бойынша кімнен қанша салық алынуы, сондай-ақ басқа да мәселелерді қос қатарлары арқылы анықлама беріп өтеді. Хатты Бабури деп аталған қолданбасында болса, араб тілін түрки тілдер, соның ішінде өзбек тілі көзқарасынан анағұрлым абуайластырып беруге харекет еткен. Ол тәжірибе ретінде хатты Бабури әліппесінде Құран Каримді көшірген. Сондай-ақ Бабурдың арус, салмағы һәм ұйқасы мәселелеріне арналған Мубайин атлы шығармасы да бар болып, бірақ дегенменен ол біздің дәуірге шекем жетіп келмеген. Бабур өзінің мәлім һәм атақлы дөретпелеріменен тарихшы автор, лирик шайыр және социалдық мәселелер шешіміне өз үлесін қосқан алым ретінде түрки халықлар рухи мәдениет тарихында мүнәсіп орын иелейді. Бабур қарама-қарсылықлы дәуірде Темурилер салтанаты кризиске жүз тұтқан бір уақытта жасады. Тағдыр уақытында оның басына көплеген сынақларды салды. Дау жүреклігі, қатаңлығы һәм батырлығы себеплі Бабур, яғни жолбарыс лақабын алған саркарда әрқандай жағдайда да өзін жоғалтпайды. Ол физикалық тәрептен күшлі болып, шебер шабандоз, қылышпаз да еді. Өз батырлығы менен көп уақыт қол астындағы әскерлерге үлгі болған. Тарихи деректерде Бабурдың қаһарманлығы, мартлігі, өлімнен қорықпаслығы
ашықтығы, адамларға сенімі атраптағыларға оған салыстырғанда үлкен сыйластық алып келгенлігі айрықша айтылады. Шебер Саркарда өз әскери шеберлігін рауажландырып, шайбанилерден толғама ұсылын, монголлардан бұққы қоюды, афганлардан дәрілі мылтық сілеуді үйренген. Өз дәуірінде ол күшлі топшылар әскерін дүзе алған. Осыныңменен бірге Бабур жоғары инсани пазилетлер иесі де болған. Ол мехрибан ол һәм іні ретінде анасы Құтлынигар ханымға, ауыр тұрмыс сынақларын басынан кешірген апасы Ханзада бегімге үлкен құрмет һәм сыйластық көрсете алған. Бабур шаңырақ ағзаларына салыстырғанда үлкен жауапкершілік һәм мейірманлықпенен қатынаста болған. Баласы Хумаюн ауыр хасте болып қалғанында Бәшинің көз алдында оның қастелігі өзіне өтуін Құдайдан сұрап өтініш еткен. Бабурдың қызы мұсылман шығысындағы бірден бір тарихшы Хаял Гүлбадан бегім өзінің Хумаюннама шығармасында әкесінің ажайып пазилетлерін жоғары дәрежеде тілге алады. Захириддин Мұхаммед Бабур іскерлігіне жаһан әлімпазларының берген тарифлері де жоғары тән алуға лайық. Атап айтқанда, инглиз алымы Хэнсон Хиндистан және оның 8000 жыллық тарихы дәл бір тауыс болса, Бабурилер династиясының сол 1000 жыллық тарихындағы 332 жыллық дәуірі әне сол тауыстың гүлтажы деп жазған. Рус алымы Веселовский Бабур қаһарманлығына айту мүмкін Бабур батырлығының шегі болмаған, оның бүткіл тұрмысы мәртлік үлгілеріменен толып тасқан деп баха береді. Хинд алымы Лал болса төмендегілерді жазған еді. Жаслықта көрген әуметсізліклері орнына кейінірек оған ұлы әуметлер яр болды. Ақыр ақыбетте ол Хиндистан тарихында ілгері еш көрілмеген салтанатқа тикар салды. Бабурдың ұлылығы әне сол критерияларменен өлшенеді. Басқа бір атақлы хинд алымы Шарманың бұл тарифі де тән алуға лайық. Бабур сахи, ұлы, мәрт, көрнеклі, ардақлы һәм жүдә мәдениетлі инсан еді. Бабур жағдайды тезлікпенен аңлап алар, музыка һәм бақ жаратуға ішқыбаз еді. Хиндистанда жүдә көп имаратлардың бой тіклеуіне себепші болған. Бабурдың тұрмысы апуай бір инсанның өмір қыссасы ғана емес, ал бүткіл бір дәуірдің аңзы есапланады. Ол Ферғана таудашлерінен тап Хиндистан салтанатлы сарайларына шекем тарих, мәдениет һәм әдебиятта өшпейтұғын із қалдырған. Оның арманлары, қиыншылықтары һәм жеңістері әсірлер өтсе де бізді ilhamlandыруды давам етпекте. Егер бұл көрің сізге көбірек білуге һәм өткен дәуірлер тарихы мирасы хақында қызығушылық оятқан болса, Шайхун каналына жазылып қоюды ұмытпаң. Бізді бақылап баруды давам етің. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.